Hello, здравствуйте. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Өздеріңіз байқағандай, бүгінгі сұхбат алаңының 3-ші шығарылымы Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Ұзынтөбе ауылындағы 2-ші жалпы білім беретін мектептің заман талабына сай 3 тілділік жайлы жасалынып жатқан жұмыстарымен танысатын боласыздар. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі біздің сұхбат алаңы 3-ші шығарылымның алғашқы қонағы мектебіміздегі информатика пәнінің мұғалімі Гүлайым Аманқос. 3 тілділік бойынша қай жылы қандай бағдарламадан курстан өттіңіздер және тілдік деңгейлеріңіз қандай? Сәлеметсің бе, Нұрсұлтан? Қайырлы күн. Өте орынды сұрақ. Біздер 2017 жылдан бастап, сәуір айынан бастап, 2017 жылдың желтоқсан айына дейін 9 айлық курсты аяқтаған болатынбыз. Бұны біздерге Астана қаласының ұстаз білім орталығы алып келіп оқытқан болатын. Алған деңгейімізді айтар болсам, бұл жерде біз А1-ші, А2-ші, В1-ші, В2-ші этаптарынан өтіп шықтық. Сол деңгейде қазіргі таңда сабақ береміз. Операционикалық элемент, органический элемент, логикалық элемент. Сөзіміз барлығы, түсінікті бар. Water. Water. Oxygen. Көміртек. Қазіргі заман ағымына сай, болашаққа саналы тәрбиемен бірге терең білім бере отырып, қазіргі заман талабы 3 тілділікті қатар алып жүру. Яғни сабағымыздың жемісті болуы үшін әрдайым біз мұғалімдер үнемі ізденіс үстінде боламыз. Және де осы жаңа бағдарламаны 3 тілділікті меңгердік. Осы 3 тілділікті оқушыларға меңгерту барысында сабаққа кіргеннен бастап, амандасу, сабақта әрбір тапсырмаларда ағылшын тілінің әрбір элементтерін қосу арқылы және де сабақтағы терминдерді пайдалану арқылы біз ағылшын тілін меңгертеміз. Оқушыларға қазақша, орысша, ағылшынша осы 3 тілде термин сөздерді жаттатқызу арқылы қазіргі заман талабына сай ағылшын тілін меңгертіп отырамыз. Қайырлы күн, Гүлнар Қожантайқызы. Біз енді осы мектебіміздегі басқа да мұғалімдерден 3 тілділік бойынша сұхбат алып жатып, сол кісілердің ой пікірлерін тыңдаған болатынбыз. Енді өзіңіздің де сол жайлы айтар ойыңыз болса тыңдағымыз келіп отыр. Енді жалпы 3 тілділікте сол 3 тілдікті қолданудағы тиімді тұстары мен кішкене қиындық жақтарын айтып өтсеңіз, әріптестерім. Нұрсұлтан, рахмет. Жалпы 3 тілді оқытуда көптеген тиімді тұстар мен қиындық тұстары кездесті. Тиімді тұстарына келетін болсақ, ең алдымен биологияда бұрыннан
термин сөздер латын әрпінде келетін еді, латынша. Сондықтан балаларға терминологияны жаттау, оқу қиындық келтірілген жоқ. Ал қиындық тұстарына келетін болсақ, жазылым кезінде, балалар жазылым кезінде көп қиындық келтірді жазылу кезінде. Бірақ біз сонымен жұмыстанып жатырмыз қазіргі таңда. Құрметті көрермен, біздің келесі қонағымыз Жұлдыз Жолдыбергенқызы. Қош келдіңіз. Манадан бері әріптестеріңіздің ой пікірлерімен бөлісіп жатырмыз. Енді өзіңізге тікелей сұрақ. Жалпы баланы оқытуда үштілділік не үшін қажет? Әрине, үштілділік әлемнің озық дамыған елдерінің қатарына ену үшін қажет. Ал жастарымызға үштілділік қазіргі дамыған заманда IT технологияларды барлығы да үш тілде, ағылшын тілінде. Сондықтан осы оқушыларымыздың болашағы жарқын болу үшін, сапалы білімді болу үшін, жаңа басқа да салаларды меңгеру үшін, кибернетика, биомедицина деген салаларды меңгеру үшін, жаңа айтып өттім, барлығы да ағылшын тілінде. Сондықтан да қазіргі жастарымыз ағылшын тілін меңгеру керек. Сонда біздің оқушыларымыз ағылшын тілін жетік меңгерсе, әлемнің озық техникаларына бір қадам жақындайды деген сөз. Әрине жақындайды, бір қадам жақындайды. Ағылшын тілі қазіргі үштілдік заман талабына сай ғой, талабы ғой. Сондықтан оқушыларымыз осы ағылшын тілін меңгеруі өте маңызды. Good morning. Good morning, teacher. How are you? I am fine. And you? I am fine, thanks. Who is on duty today? I am on duty today. Who is absent today? Alvina is absent. What day is it today? Tuesday. 2017-2018 оқу жылынан бастап химия пәні үш тілде жүргізіле бастады. Содан бері оқушылардың да және өзімнің де жетістіктерім бар. Мысал айтатын болсам, 2021 жыл қаңтар айында Дарын халықаралық білім орталығында ұйымдастырылған байқауға 8-ші В сынып оқушылары Түрен Жандос пен Арал Ағерке химия пәніне қатысып, үш тілде бірінші дәрежелі дипломдарға ие болды. Сонымен қоса, осы сабақ жоспарларын әртүрлі сайттарға, журналдарға жариялап, сол арқылы көптеген сертификаттар, алғыс хаттар, құрмет грамоталарын алып жүрмін. Өз жетістіктеріме тоқталатын болсам, 2020 жылдың қазан айында өткізілген EduStream оқу орталығында ұйымдастырылған Don't Worry, Be a Teacher конкурсына қатысып, алғыс хатқа ие болдым. Тағы да айтар болсам жетістіктер туралы сабақта өтілген үш тілде жоспарларды сайттарға салып отырамын. Сонымен қоса мұғалімдерге өткізген коучингтерді үш тілде өткізіп, тәжірибе алмасу мақсатында журналдарға жариялап отырамын. Мысалға айтатын болсам, мына журналда, Абыройлы журналында, яғни бұл журналда өзімнің сабақта өткен Combustion of Fuel and the Release of Energy деген тақырыбы осы журналда жарық көрді. Ал мына журналда өзімнің кәдімгі ұстаз тілегі деген республикалық ғылыми әдістемелік педагогикалық журналға осы мектепте мұғалімдер арасында өткізілген коучингтерді жоспарын тәжірибе алмасу мақсатында салдым. Алдағы уақыттарда осы оқушыларға үш тілде білім беру арқылы оқушылардың жетістіктерін көбейтемін деген ойдамын. Сонымен қатар тәжірибе алмасу мақсатында журналдарға, сайттарға сабақ жоспарларын міндетті түрде шығарып отырамын. Бағдарламамызда көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Құрметті Камила Балтабайқызы. Ал енді бүгінгі шығарылым тікелей осы үштілділікке арналып отыр. Басқа әріптестеріңіздің өз ойларын тыңдаған болатынбыз. Ал енді сізге тікелей сұрақ, осы
сабақ барысында баланы оқытуда үш тілділікті пайдаланып, соның ішінде мына оқушыларымыз орыс тіліндегі термин сөздерді қалай меңгеруде? Осы жайлы кішкене тоқталып өтсеңіз. Үш тілділік саясаты қазіргі заман талабына айналып отыр. Елбасымыз әр жылғы жолдауында осы үш тілділік саясатын нақтылап атап көрсетеді. Информатика сабағында бұрыннан да біз ағылшын тіліндегі термин сөздерді пайдаланып келеміз. Қазіргі кезде оқулықтардың барлығында әр тақырыптың алдында сөздіктер берілген үш тілде. Оқушылар ағылшын тілімен бірге орыс тілінде де жақсы меңгеруде.